Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Сіздерге уәде еткеніндей, бүгін сіздерге қымыздың қасиеті туралы айтатын боламыз. Қымыз жайлы қандай сіз білмейтін қыр-сырлары бар екенін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Жылқы сусыны қымыз жай ғана сусын түрі емес, емдеу мақсатында қолданылатын өнім. Қазіргінің тілімен айтсақ, бұрынғының энергетик сусыны. Ел арасында қымызды көңіл сергіту үшін, денсаулықты қалпына келтіріп, ұзақ жасау үшін пайдаланған. Халық емшілері қымызды адамның ішкі органдарын емдейтін айрықша дәрі деп санаған. Айталық, асқазан, тыныс жолдары, ішек ауруларының алдын алған екен. Қымызды тек қазақтар ғана ішпейді. Қымызды көршілес қырғыз, түркілес татар, башқұрт елдері де емдік сипатта тұтынады. Қымыздың құрамындағы барлық элементтер адамның бойына тез тарайды. Жылқы сүтінің майлылығы тіл үйірер, ақуызы сіңімді. Қымызды қазақтар ет жегеннен кейін ауыр асты қорыту үшін ішкен, яғни қымыз құрамындағы көмір қышқылы тәбетті басып, асқазан жұмысын жеңілдетеді. Жылқының жаңа сауылған саумалының құрамында С дәрумені мол болады. Қазіргі таңдағы иммунитеттің қорғаны, вирустың алдын алушыда осы дәрумен екенін белгілі. Сол себепті өкпе тыныс ауруларымен ауырған адам ең бірінші саумал ішкені дұрыс. Ғылымда қымыздың пайдасы мен емдік негіздері ашылған сәттен бастап, барлық дәрігерлердің нұсқаулығында дәрі-дәрмек ретінде көрсетіліп келетін сусын. Заманымыз дамып, сусынның неше түрлісі шығарылып жатқанымен, ешбір сусын қымызбен тең келмейтінін бәріміз де білеміз. Қымыз құрамындағы дәрумендер мен ақуыздар 40 аурудың емі, жүздеген дерттің алдын алушы сусын. Қымыз ас қорыту жүйесін реттеп, адам бойында жасырынып жатқан ісік ауруының да алдын алады екен. Ал қымыздың қалай жасалынатынын сіз білесіз бе? Сол туралы мағлұмат айта кетейін. Қымыз бие сүтін ашыту арқылы дайындалатын шипалы сусын. Биенің бірінші ашытқысын қымыз қоры деп атайды. Бие байлайтын кез келген үйде қымыз қоры жыл 12 ай сақтап тұрады. Қымызды дайындау жолы еліміздің әр аймағында әртүрлі. Кейбір елді мекендерде қымызға жылқының сұр қабырғасын, жылқының сүр жамбасын немесе малта салып, яки тарыдан жасалған көженің сөлін қосып дайындайды. Одан кейін сабаның түбіндегі қымызды сарықпай, биенің жылы сүтін құйып, жасартып, жаңартып отырады. Қордың үстіне жылы саумал құйғаннан кейін 20-30 минут піседі. Жаңа саумалды қорға құйып, іріген жерлерін ашыған қорын басып, жуасытып отырады. Қымызды құяр кезде көп сапырған абзал. Сонда қымызға таза ауаның құрамындағы оттегі мен озон тез сіңіп отырады екен. Ал сіз қымыздың түрлерін білесіз бе? Ондай болса кеттік. Келесі мағлұматты тыңдаңыз. Қымызды да сақтайтын ыдыстар өзге ыдыстарға ұқсамайды. Қымыз ашытуды ыдыстың рөлі зор. Ыдыстан өзге дәм шықпайтын, ашытқан қымыз борсып кетпейтіндей болғаны дұрыс. Көбіне қымыз ашытуға саба мен торсықты пайдаланған. Торсық жылқы терісінен тыстап жасалатын ыдыс түрі. Сыйымдылығы 10-30 литрге дейін. Бұлайша айтқанда тері қап десе де болады. Ал сабаның пішіні пирамидаға ұқсас болып келеді. Түбі 4 бұрыш, ал мойны ұзын етіп жасалынған. Сыйымдылығы едәуір 100-150 литр. Қымыз жыл маусымына қарай бірнеше түрге бөлінген. Мысалы, уыз қымыз, жаздық қымыз, күздік қымыз және қыстық қымыз. Енді соларға жеке-жеке тоқтала кетсем, қымыздың уыз деп аталатын түрін биенің жаңа сауылған сүтінен уыздың дәмі шығып тұрған кезде ашыту арқылы жасалынады.
Қымыздың сары қымызын даланың шөбі әбден пісіп қатайған кезде, биенің желіні сүтке толған кезде ашытып дайындалады. Түнемел қымызды көп қордың үстіне сүтті балғын күйінде емес, ашыған күйде араластырып, сапырып дайындайды екен. 3 күн 3 түн бойы ашытылған қымызды құнан қымыз деп атаған. Ал қымызға бал қосып, яки шекер қосып, тәтті қылып ашытса, бұл бал қымыз. 4 күн 4 түн ашыған қымызды дөнен қымыз деп атаған. 5 күн 5 түн ашытқан қымыз бесті қымыз. Бесті қымыздан да қуатты ашты қымызды асау деп атаған. Ашыған қымызға саумал қосса, яки суық жерде баяу ашытса, жуас қымыз деген. Қордың үстіне күн сайын саумал құйып, баптап ашытқан қымызды қорабалы деген. Күздің суығында биенің сүтін бірнеше күн бойы сауып жинаса, сірге жияр қымыз болған. Бүгінгі таңда жастардың көпшілігі шетелдік газдалған сусындарына әуес. Әсіресе Кока-Кола, Пепси сынды брендтік сусындарды жиі ішіп жүреді. Қанша жерден ағзаға зиян екенін, семіздік, қант диабеті, жүрек пен қан тамырларының ауруларына алып келетінін білсе де, көпшілік бұл таңдауынан бас тартар емес. Бұл жағдайда денсаулығын сақтаса, ұлттық өніміміздің артықшылықтарын пайдаланса екен деген тілек қана. Мысалы, газдалған сусындардың бала денсаулығына зиян екенін әлем елдері біліп қана қоймай, жариялап та келеді. Тіпті кейбір елдер аталған сусындардың өз елдерінде сатылуына тыйым салып жатыр. Компанияға сусынның зиянды екенін де мойындатқан. Ал зиянды сусындарды ішу біздің ағзамызға деген қастандық екен деп ойламайсыз ба? Ондай болса ойланыңыз. Өз ағзаңызға зиян келтіретін сусындар ішкенше табиғи сусын қымызды ішкеніміз дұрыс қой. Ендеше қымыздың бізге қандай пайда беретінін айта кетейін. Иммунитетті арттырады. Қымыздағы С витамині иммунитетті нығайтады және вирустар мен инфекциялардың теріс әсерімен күресуге көмектеседі. Бұрын цингадан С витаминінің өткір жетіспеушілігінен туындаған ауру. Адамдар осы емдік сусынмен емделген екен. Тістер мен сүйектерді нығайтады. Ежелгі дала сусынында ағзаның өмір сүруі үшін маңызды макроэлементтер бар. Кальций мен фосфор. Бұл сүйек пен тістерге жағымды әсер етеді. Қан айналымын жақсартады. Бие сүтін үнемі тұтынған кезде қан айналымы жақсарады. Қымыздың құрамына кіретін Е витамині оған атеросклероз бен ағзаның ірі қан тамырларының әсері ететін ауру күресуге мүмкіндік береді. Себебі ол қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Ежелгі уақытта дәрігерлер қымыз бен анемияны да емдеген екен. Жүйке жүйесін нығайтады. Бұл сусында тиамин, яғни В1 витамині бар. Ол жүйке жүйесінің қызметіне жағымды әсер етеді. Күшті жақсартады. Ерлер үшін пайдалы ақпарат. Қымыз потенциалға жағымды әсер етеді. Бұл сусын ағзаларды қалпына келтіру процесінің жылдамдығын арттырады. Гастритті емдейді. Қымыз асқазан жарасын, гастрит, ұйқы безінің ауруларын емдеуде сәтті қолданылады. Мұны қымыздағы пантотен қышқылының мазмұнымен түсіндіруге болады. Сондай-ақ қымыз тамақтан уланған кезде де жақсы көмектеседі. Теріні әдемі етеді және жасартады. Қымыз әсіресе әйелдерге пайдалы. Оның негізінде қоректік бет маскалары жасалынады. Көңіл күйді жақсартады. Ғалымдар бие сүтінен адамның қуанышын тудыратын витаминдер тапты. Бұл сондай-ақ В1 витаминінің, яғни тиамин құрамын түсіндіруге болады. Тиамин оптимизм витамині деп аталады. Ол ағзаның қалыпты өсуі мен дамуына, ас қорыту және жүрек тамыр жүйелерінің дұрыс жұмысына көмектеседі. Майлар мен көмірсулардың метаболизм процесіне қатысады. Сонымен қатар туберкулезді емдейді. 20 ғасырдың ортасында дәрігерлер өкпе ауруларын емдеуде бие сүтін қолдана бастады. Дәрігерлер жиі қымызды науқастарға тағайындайды. Егер ауру әлі асқынбаған болса,
құрғақ дала жағдайында 2-3 ай емдеу аурудан толықтай құтылуға әкелген. Сондай-ақ обыр ауруының алдын алады. Емдік қымыздың ісіктердің алдын алуды қамтамасыз ететін фолий қышқылы бар. Қазақ тағамтану академиясының мамандары бие мен ешкі сүтінен дайындалған өнімдерді химиотерапия курсынан өткен онкологиялық аурулармен ауыратын науқастардың рационына қосуды ұсынған екен. Ал қымызды қандай жағдайда ішуге болмайды? Дегенмен бұл керемет сусынды қолданған кезде қарсы көрсеткіштер де бар екенін ұмытпаңыз. Қымыз асқазан ішек жолдарының өткір ауруларымен, асқазан мен ұлтабар жарасымен, сондай-ақ сүт өнімдерінен аллергия мен лактозаға төзімсіздікпен ауыратын адамдарға қолдануға болмайды. Қымыздың тағы бір маңызды қарсы көрсеткіші, оны алкогольге тәуелділіктен емдеу процесінде жүрген адамдарға ішуге болмайды екен. Сонымен, қымыз сусынының біз білмейтін көптеген қыр-сырлары әлі де көп. Егер осы кеңестер сіздерге ұнаған болса, арнама жазылып, қолдауларыңызды көрсетіп, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.